Араб тілінде тілімізге еніп кеткен құрбан сөзі жақындау деген мағынаны білдіреді. Терминдік мағынасы Алла тағаланың разылығына жақындау ниетімен құрбан айт күндерінде шалынатын арнайы малдың аты. Құрбан шалудың артықшылығына, сауапты іс екендігіне қатысты пайғамбарымыздың бірнеше хадистері бар. Адам баласы құрбан айт күнінде құрбан шалып, қан ағызудан да сүйікті басқа іспен Аллах тағалаға жақындаған емес. Қаны ағызылған мал қиямет күні мүйіздері, тұяқтары және жүндермен келеді. Ағызылған қан жерге тамбай жатып, Аллах тағаланың құзырында үлкен мақамға жетеді. Сондықтан құрбандарыңды көңіл ризашылығымен шалыңдар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам төмендегі мына хадисте Алла ризашылығы үшін шалынған құрбанның әрбір қылы үшін сауап жазылатындығын сүйіншілеген. Сахабалар пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам: "Уа Алланың елшісі, құрбандық деген не?" деп сұрақ қойды. "Құрбандық сендердің Ибрахим алейхиссалам бабаларыңның сүннеті" деді. "Одан бізге қандай сауап бар?" "Әрбір тал қылшығы үшін сауап аласыңдар. Қойдың жүнінен ше, қойдың жүнінің әрбір тал қылшығына да сауап жазылады." Ханафи мазхабында құрбан айтта шамасы жеткендерге құрбан шалу уәжіп. Уәжіптігінің дәлелдері: Алла тағала Құран кәрімде пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам намаз оқы және құрбан шал деп әмір етіп, құрбан шалудың уәжіптігін білдірген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кімде-кім мүмкіншілігі бола тұра құрбан шалмаса, біздің намаз оқитын жерімізге жақындамасын деп бұйырған. Құрбан шалу уәжіп болу үшін төмендегі мына шарттар болуы қажет. Бірінші, мұсылман болу. Екінші, құрбан айт уақытында жолаушы болмау. Үшінші, негізгі қажеттерден тыс нисап мөлшеріндегі қаржыға ие болу. Нисап мөлшері 85 грамм алтын яки құнына тең келетін ақша. Зекет ғибадаты сияқты құрбанның уәжіп болуы үшін нисап мөлшеріне жеткен малға 1 жыл толу шарт емес. Құрбан шалған уақытта міндетті түрде ниет ету керек, өйткені малды ғибадат үшін соятыны сияқты тек қана етін пайдалану үшін де союға болады. Ескерту: нисап мөлшерінде артық қаражаты болмаса да, кедей мұсылман кісінің құрбан шалуына болады. Шалған құрбандығы нәпіл құрбан үкімінде болады. Құрбан шалудың уақыты құрбан айттың бірінші күні айт намазынан кейін басталып, айттың үшінші күні ақшамға аз уақыт қалғанға дейін жалғасады. Қандай да бір маңызды шариғи себепке байланысты құрбан айт намазына бара алмай, айт намазын оқымаған кісі намаз оқып болатындай уақыт өткеннен кейін құрбанын шала беруіне болады. Айт намаздан бұрын шалынған мал құрбандыққа есептелмейді. Қой, ешкі, сиыр және түйе малдарын ғана құрбандыққа шалуға болады. Құрбан ретінде шалынатын қой және ешкі кем дегенде 1 жасар, сиыр 2 жасар, түйе 5 жасар болуы керек. 6-7 айлық кепе қозы 1 жасар қой сияқты семіз етті болса, құрбандыққа шалуға жарайды. Абзалы қой мен ешкінің еркегін, сиырдың ұрғашысын шалу жарамайды. Елік арқар сияқты аңдармен тауық, қораз, қаз, үйрек сияқты құстар құрбан ретінде сойылмайды. Қой немесе ешкіні тек бір адам құрбан ретінде шала алады, ал сиыр немесе түйені, яғни ірі қараны бір кісінің жалғыз өзі үшін шалуына болады. Сондай-ақ 7 кісіге арнап ортақ шалуларына болады. Құрбанды ортақтасып шалған уақытта әрбір адам құрбан шалу ниетімен ортақтасуы керек. Бір кісі құрбан үшін, ал екінші бір кісі тек қана етін алу ниетімен ортақтасса, шалынған мал барлық ортақтар үшін құрбан болып есептелмейді. Құрбан шалуы уәжіп болған кісінің құрбандық малында кемшіліктердің біреуі сатып алғаннан кейін пайда болса, немесе
алған малы өліп қалса, қайтадан құрбандыққа жарайтын мал сатып алып шалуы керек. Ал құрбан шалу уәжіп болмаса да, сауап үшін шалуды ниет еткен кедей адамның сатып алған құрбанында бір кемшілік пайда болса, сол малды шала береді. Тіпті құрбан шалуы уәжіп болмаған кедей адам бойында кемшілігі бар малды сатып алып, құрбан ретінде шалуына болады. Өйткені кедей адамның шалған құрбандығы нәпіл құрбан. Нәпіл ғибадатта кешірім бар. Құрбандық малын мүмкіншілік болса, мойнына уәжіп болған адамның өзі шалғаны абзал, және оның сауабы мол. Алайда өзге біреуге өкілдік беруіне де болады. Құрбан шалу уәжіп болған кісі басқа бір адамды телефон арқылы немесе хат сияқты жолдармен өзінің орнына басқа адамды өкіл ретінде құрбан шалуы үшін тағайындай алады. Өкілге менің орныма құрбан алып, шал деп айтылған уақытта өкіл сол адамның атына құрбан алып шалады. Құрбан ретінде шалынатын малды қинамау үшін өткір пышақ қолдану керек. Малды сою үшін жерге жатқызғаннан кейін пышақты көз алдында жалақтатып, қайрау мәкрух, ал қинамай сою сүннет. Құрбан ретінде шалынатын мал құбылаға қарата жатқызылып, дұға ретінде аят оқылып, одан кейін тәкбір айтып, бисмиллахи Аллаху акбар деп бауыздалады. Тек қана құрбанның иесі ғана бисмиллахи Аллаху акбар деуі жеткілікті емес. Құрбанды бауыздаған адамда бисмиллахи Аллаху акбар деу керек. Әдейі ұмытпастан бисмиллах деп айтпаса, құрбанның етін жеуге болмайды. Өйткені Алланың аты айтылып, бауыздалмаған малдың етін жеу харам. Құрбанның иесі құрбанды бауыздайын деп жатқан қассаптың қолының үстіне қолын қойып, бірге бауыздаса, екеуінің де бисмиллах деп айтулары керек. Сойылатын мал құрбан ниетімен бауыздалуы керек. Бай немесе кедей болсын, құрбан айтта шалған құрбандығының етін жеуіне болады. Құрбандыққа шалынған малдың етін 3 бөлікке бөліп таратуы мұстахаб. Бір бөлігі туған туыс көршілеріне бай болса да сыйға тартылады, екінші бөлігі кедей және мұқтаж адамдарға, үшінші бөлігі өзінің отбасына, бала-шағасына беріледі. Бірақ шалынған малды түгелдей кедей мұқтаждарға таратуға болатыны сияқты, түгелдей өзінің отбасына қалдыруына да болады. Құрбандыққа шалынған малдың етін, терісін, сирақтарын, басын және сүтін сату мәкрух. Құрбан малының аталмыш бөлшектері сатылған жағдайда құны кедейлерге садақа ретінде беріледі. Құрбандыққа шалынған малдың терісін кедейлерге қайырымдылық қорларына беруге болады. Ескерту: құрбанға шалынған малдың ешқандай бөлшегінен қассаптың ақысы ретінде төлеуге болмайды. Құрбандықта қан ағызу негіз болғандықтан, мал сойып қан ағызбаса, құрбандық міндеті мойнынан түспейді. Өлген кісі өзінің атына құрбан шалуды тапсырып кетпесе де, сауабын өліге бағыштау ниетімен құрбан айт күндерінде құрбан шалуға болады. Шалған құрбанының етінен жеуіне рұқсат. Бірақ өлінің тапсырып кеткен өсиетін орындау ниетімен шалған құрбанының етінен жеуге болмайды. Етін толық садақа ретінде тарату керек.